Сабдеки қызы, Алматы мемлекеттік политехникалық колледжінің арнайы пән оқытушысы. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы интернетке қосылу және оның сипаттамасы. Сабақтың мақсаты интернетке қосылуды және оның сипаттамасын үйрету, оны жұмыс істеу принциптерімен таныстыру. Сабақтың жоспары сайт қалай жұмыс істейді, яғни интернет ұғымын түсіндіру, браузер түрлерімен таныстыру, MAC мекен-жайы, IP адрес, маска, хаттама қызметі, домен және хостинг түсініктері, оған қоса клиент-сервер жұмысын қалай жұмыс істейтінін түсіну. Интернеттің шығу тарихына келетін болсақ, 1957 жылы Кеңес одағы жердің жасанды серігін ұшырғаннан кейін, бұл космостық кеңістікте алдыңғы қатарға шығады. Бұл әрине ақш-ты алаңдатпай қоймайды. Осы мақсатта ақш қорғаныс министрлігі желіні сенімді түрде тарату жолын қарастырады. Және де осы істі ARPA деп аталатын зерттеу орталығына, бұл орталық Лос-Анджелестегі Калифорния университетінде Стэнфорд жаңағыдай зерттеу жобасына тапсырылады. Және де 1969 жылы бұл желі ARPANET деп аталып, жаңағыдай осы жерде бірінші рет пошта арқылы хат жіберіледі. Және осы орталықтың барлығын ақш қорғаныс министрлігі қаржыландырып отырады. Браузер. Әрине, интернетке кіру үшін бізге міндетті түрде бір қандай да қосымша қажет. Ол браузер. Гипермәтіндік байланыстыру мүмкіндігі бар, файлдармен жұмыс істеуге арналған бағдарлама. Ол әркімнің таңдауы бойынша кәдімгі мәтіннің, статикалық бейненің, немесе графиктердің экранда бейнеленуін және олармен байланысқан басқа файлдарды іздестіруді қамтамасыз етеді. Кең тараған браузерлерге Internet Explorer. Әрине, қазіргі таңда Internet Explorer қолданылмаса да, бұл Windows қосымшасында кіріктірілген. Mozilla Firefox және Google Chrome және тағы басқа браузерлер жатады. MAC мекен-жайы. Бұл дегеніміз Media Access Control, ортаға кіруді немесе оны Hardware Access Address деп те атайды, жергілікті компьютерлік желілердегі белсенді жабдықтың әрбір бірлігіне немесе олардың кейбір интерфейстеріне берілетін бірегей идентификатор. IP адрес, интернет протокол адресі. Бұл әр құралға компьютер, принтер және тағы басқа жеке дара бекітілген нөмірлі белгі. Бұл құралдар компьютер желісінде өзара қарым-қатынас жасау үшін интернет протоколын қолданады. Маска желідегі компьютердің нөмірінен желілік адресті бөлуге мүмкіндік беретін үлгі. Хаттама қызметі. Сервердегі бір тақырыпқа арналған мәліметтерді блоктарға бөліп, бір бумаға кірістіру және қабылдаушы сервер дұрыс түсіну үшін оған тақырып атын жіберуші сервер адресі мен файл адрестерін енгізу. Хаттаманың 3 түрі болады. Олар TCP, IP, UDP. TCP дегеніміз деректерді тасымалдауды басқару хаттамасы. IP желілер арасындағы хаттама. UDP TCP хаттамасына қарағанда өте қарапайым транспорттық хаттама болып келеді. Яғни хаттамалар бізге мәліметтерді жеткізу жолы. Енді хостинг деген терминге тоқталатын болсақ. Мысалы, біздің сайтымыз құрылды. Енді оны интернетке салу керек. Интернетке салу үшін оған орны мен аты қажет. Осы жерде хостинг ғаламдық желіде статикалық IP адрестері бар интернет сайттарына өз жадынан орын бөліп беретін физикалық аппарат, яғни сервер. Бұл хостингті бізге жаңағыдай хостинг компаниялар солардан сатып аламыз бұны. Бұны біз бір жылға немесе айға алуға болады. Және домен. Бұл сіздің ғаламдық желіде тіркелген хостың атауы, мысалы Google.kz, Codeo.kz секілді. Домендік серверлер арқылы сіздің сайтыңыз таба алады. Яғни домен арқылы біз интернетте сіздің сайтыңызды тауып аламыз. Ең басты қызметі сервердегі сайтқа апаратын жол. IP адрестерден тұрады. Мысалы, сіздің сайтыңыздың IP адресі 18.132.127.126 болатын болса, бұл ыңғайсыз, яғни түсінікті тілде жазылмаған. Бізге түсінікті және есте сақтауға ыңғайлы болу үшін біз бұларға домен атауын береміз, яғни сіздің сайтыңызға. Енді біздің сайтымыз гипермәтінді тіл арқылы құрылады.
яғни HTML тілін британ ғалымы Тим Бернис-Ли 1986-1991 жылдар аралығында Швейцария Еуропалық ядролық зерттеу орталығында жасап шығарған болатын. HTML тілі жайлы келесі сабақтарда нақты және толығырақ түсіндіретін боламын. Клиент сервер түсінігі. Клиент, яғни аты атап тұрғандай, бұл пайдаланушы. Біз ноутбук арқылы, компьютер немесе ұялы телефон арқылы интернетке кіреміз және өзімізге қажетті ақпараттарды браузерге жазамыз. Браузерге мәліметті енгізгеннен кейін оны іздеуге жібереміз. Ары қарайғы, яғни процесстерді бізге көзге көрінбейді, бірақ олардың барлығы серверде сақталады, яғни мәліметтер базасы серверде сақталып тұрады біздің жаңағы хостингімізде. Осы жерден жіберілген мәлімет қарастырылып, іздестіріліп, бізге керекті ақпаратты қайтадан веб-бетке шығарады. Осы әрекеттер, яғни клиент сервер, жаңағыдай бір-бірімен клиенттік сервер жұмысы жүзеге асады. Сабағымызды қорытындылайтын болсақ, интернет кез келген компьютермен бүкіл әлем бойынша ақпарат алмасу мен беру мүмкіндігі бар жүйелер жүйесі. Қазіргі таңда интернет көмегімен қызметтің барлық саласына қолданылып жүр. Яғни ғылым мен білімде, маркетинг, медицина, инвестиция барлық жерде, тіпті бүгінгі біздің сабағымыздың өзі қашықтықтан оқыту осы интернет арқылы жүзеге асып отыр. Үй тапсырмасы ретінде мына сұрақтарға жауап береміз. Бірінші сұрақ: TCP/IP хаттамасының қызметі қандай? Екінші сұрақ: IP адрес дегеніміз не? Үшінші сұрақ: IP адресінің жазылуы мен қызметін қалай түсіндіруге болады? Төртінші сұрақ: домен не үшін қажет? Бесінші сұрақ: хостинг дегеніміз не? Алтыншы сұрақ: клиент сервер жүйесі қалай жұмыс істейді? Осы сұрақтардың барлығына жауап беріп, модуль платформасына саламыз. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Сау болыңыздар.